Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда математика 1-ші сыныптың 49-шы сабағы. Тақырыбы сандарды қосу және азайту. Бірінші тапсырма. Математика күнделікті өмірде. Отбасы мүшелері боулинг ойнады. Ойыншылардың әрқайсысы неше ұпай жинаған анықта. Мысал түрінде жаз. Балалар төмендегі суретке мұқият назар салып қараңдар. Боулингтің бірінші жолағында біз әкесінің, екінші ортасындағы жолағында біз баласының, және соңғы үшінші жолағында біз анасының суретін көріп тұрмыз. Енді осылардың әрқайсының қанша ұпай жинаған есептеп көрейік. Балалар алдымен әкесінің қанша боулинг құралдарын қосқан есептеп көрейік. 30-ға 20-ны қосқанда 50, 50-ге 20-ны қосқанда 70, 70-ге 10-ны қосқанда 80, яғни әкесі 80 ұпай жинап тұр. Енді балалар ортаға жолақтағы баланың боулинг құралдарын қаншасын құлатқан есептеп көрейік. Бұл жерде 30-ға 10-ды қосамыз 40, 40-ға 10-ды қосамыз 50, яғни бала 50 ұпай жинап тұр екен. Енді балалар боулингтің соңғы жолағындағы тұрған анасының ұпай санын есептейміз. Бұл жерде құлап жатқан боулингтің құралдары 30 және 10, яғни 30-ға 10-ды қосамыз, сонда бізде 40 болады екен, яғни анасы 40 ұпай жинап тұр. Келесі балалар, екінші тапсырма, жұптық жұмыс. Қосу мен азайтуға мысалдар жаз. Олардың мәнін тап дейді. Балалар, төменде бізде кесте берілген, яғни қосылғыш және қосындының мәні, азайғыш, азайтқыш және айырманың мәні. Енді балалар, осы жерде біз қосылғыш пен қосындының мәні, азайғыш, азайтқыш және айырманың мәнін есептеп тауып көрейік. 50 мен 10-ның қосындысы 60-қа тең. 40-қа 50-ді қосқанда қосындының мәні 90-ға тең болады. 80-ге 20-ны қосқанда қосындының мәні 100-ге тең болады. Ал енді балалар, келесі айырманың мәнін табайық. Бұл жерде балалар 80-нен 60-ты азайтқан кезде айырманың мәні 20-ға тең болады. Келесі 40-тан 10-ды азайтқан кезде айырманың мәні 30-ға тең. Және 70-тен 20-ны азайтқан кезде айырманың мәні 50-ге тең болады екен. Келесі үшінші тапсырма, өзіндік жұмыс. Жауабы 30-ға тең болатын мысалдарды теріп жаз дейді. Ал балалар, жауабы 30-ға тең болатын мысалдарды теріп жазуымыз үшін біз төмендегі мысалдардың барлығын есептеп алуымыз керек екен. 90-нан 60-ты азайтқан кезде айырманың мәні 30-ға тең болады. Яғни балалар, осы мысалды дәптерлерімізге әдемілеп, қатесіз көшіріп жазып аламыз. Келесі 50-ге 20-ны қосқанда қосындының мәні 70-ге тең болады. 50-ге 0-ді қосқанда 50 болады екен балалар. Келесі бағандағы мысалдарды есептейміз. 80-нен 30 азайтқан кезде айырманың мәні 50-ге тең болады. 60-қа 10-ды қосқанда қосындының мәні 70-ге тең болады. 50-ден 10-ды азайтсақ 40 болады екен балалар. Келесі соңғы үшінші бағандағы мысалдарды есептейік. 10 мен 20-ның қосындысы 30-ға тең, яғни бұл мысалды да біз дәптерімізге жазып аламыз. Келесі 80-нен 50-ді азайтқан кезде айырманың мәні 30-ға тең болады. Бұл мысалды да балалар біз дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз қатесіз. Келесі 80-нен 60-ды азайтқан кезде айырманың мәні 20-ға тең. Келесі төртінші тапсырма, топтық жұмыс. Сандардың қосындысын таңда. Үлгі бойынша айырмалар құрастыр дейді. Бірінші бағанда балалар бізде 7-ге тең болатын мысалдар берілген. Ал екінші бағанда бізде 70-ге тең болатын мысалдар берілген екен. 3 пен 4-тің қосындысы 7-ге тең. 4 пен 3-тің қосындысы да 7-ге тең. Бұл жерде балалар біз қандай ережені есімізге түсіреміз? Өте дұрыс айтасыңдар балалар. Қосындының орны ауысса да, қосындының мәні өзгермейді деген ереже есімізге түседі екен. 7-ден 4-ті азайтсақ 3 болады, 7-ден 3-ті азайтсақ 4 қалады екен балалар. Енді осыған үлгі бойынша айырмалар құрастырып жазамыз. 30-ға 40-ты қосқанда қосындының мәні 70-ге тең болады. Енді бұл жерде балалар біз қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 40 пен 30-дың қосындысы 70-ге тең болады. Яғни бұл жерде қосылғыштардың орны ауысқанмен қосындының мәні өзгермейді деген ереже есімізге түседі. Енді 70-ге біз керісінше айырмалар құрастырамыз. 70-тен 30-ды азайтқан кезде 40 болады. 70-тен 40-ды азайтқан кезде 30 қалады. Балалар, бүгінгі тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Соңына дейін назар салып тыңдағандарға рахмет. Сабағына лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі кездескенше.